Баршаларыңызға сәлем достар. Ерекше болып дайындалатын, үй жағдайында өте жұмсақ әрі дәмді, қонақтарыңыздың көңілінен шығатындай чебуректердің рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Ыдысымызға салқын суымызды, одан кейін тұз және де ас содасын қосамыз. Кейін осылардың үстінен сұйық майымызды саламыз және де бір қайтара жақсылап араластырып, кейін осылардың үстінен електен өткізілген ұнымызды салып, жақсылап қолымыздың көмегімен қамыр илейтін боламыз. Иленген қамырды тындырып 10-15 минутқа қойып қоямыз. Кейін салмасына қуырылған жұмыртқа, жусай және де сыр пайдаландым. Негізінде сыр қоспа қойсаңыздар да болады, бірақ өте дәмді болып шығады. Ыдысымызға жусайымызды, сырымызды және де қуырылған жұмыртқамызды салып, татымына қарай тұз және қара бұрыш қосасыздар. Аздап тұзымызды қосамыз. Кейін қара бұрышымызды қосып, жақсылап араластырып, салмамызды дайындап алатын боламыз. Одан кейін біз тынған қамырды алып екіге бөлеміз және де ұн себе отырып, оқтаудың көмегімен жұқалап жаямыз. Күнделікті қамырға жайып жүргенде жұқа етіп жайып аламыз. Одан кейін мантыға кескен тәрізді қылдырып, 4 бұрыш етіп кесіп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай барлығын осылай кесіп алатын боласыздар. Одан кейін салмасын салып, осылай бір шай қасықтан салмасын салып шығамыз. Және де конвертик тәрізді етіп, ашылып кетпейтіндей жақсылап қолымыздың көмегімен жан жақтарын қысып отырып түйетін боламыз. Ешқандай қиындығы жоқ, оңай дайындалады. Ең бастысы ерекше болып шығады. Осылай барлығын дәл видеодағыдай жасап шығасыздар. Осылай барлығын жасайсыздар, өте әдемі болып шығады. Дайын болған чебуректерімізді қызып тұрған табада екі жағын сарғайғанша пісіріп аламыз. Барлығын осылай орташа отта асықпай пісіріп алатын боласыздар. Көріп тұрғандарыңыздай бізде чебуректеріміз дайын, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.